Қайырлы күн, құрметті біздің кішкентай желідегі оқырмандарымыз. Бүгін сіздерге балалар кітапханасы дайындаған ертегілер еліне саяхат атты бүлдіршіндерге арналған ертегілер жайында сөз қозғамақпыз. Жалпы ертегілер жайында айтатын болсақ, барлық елдің ауыз әдебиетінен мол орын алған және халықтың жазу сызу өнері болмаған кезінде ауызша шығарылған күрделі шығармасының бір түрлі ол ертегілер. Ертегілер көбінесе қара сөз ретінде айтылады. Оны халықтың ерте заманда шығарған көркем әңгімесі деп те қараймыз. Ертегілердің ішінде балалардың сүйіп оқитын, олардың жас ерекшеліктеріне тән мұралар көп. Халық ертегісі ғасырлар бойы балалардың ықыласын өзіне қызықтыра тартып, жас жанына әдемі әсер беріп, көңілін шаттыққа бөлейді. Ондағы бай фантазия балалардың ойына қозғау салып, өмірдің неше алуан құбылыстарын тануға, сана сезім, ақыл ой қызметінің ерте дамып қалыптасуына әсер етеді. Ал ондай болса, біздің оқырмандарымыз бүгін сіздерге осы ертегілер елінде атты кітап көрмемізді ұсына отырып, кішкентай бүлдіршіндерге арналған ақылды кішкентай балапан атты мультфильмді назарларыңызға ұсынамыз.